Сәлем, сендермен бірге Брайан Трейси. Бүгін мен неге ауыр еңбек ету әрқашан жақсы табысқа жеткізбейтінін айтып өткім келеді. Ауыр еңбек әрқашан жақсы табысқа жеткізе ме? Ол жақсы табыстың бір бөлігі болуы мүмкін, бірақ жалғыз еңбек етудің өзі жеткіліксіз. Жұмсалған бар күш-жігеріңізге қарамастан, мақсатыңызға жете алмағаныңызды мойындаудың өзі қиын. Мүмкін сіздің бойыңызда мынандай сенім бар шығар. Көп еңбек етсең, міндетті түрде бәріне қол жеткізесің. Бұл шындық болады егер сіз дұрыс мақсатқа қарай қажетті тапсырмаларды дұрыс ретпен жасап еңбек етсеңіз ғана. Мен жас кезімде фермада жұмыс істедім. Таңғы 5-те тұрып, қараңғы болса да далаға шығып, күн шыққаннан күн батқанға дейін көп жұмыс істейтінмін. Менің жұмысым өте ауыр болды. Сонда да мол табыс таппадым. Дамыған да жоқпын, және мансап та құра алмадым. Сондықтан тек ауыр жұмыс істеу жеткіліксіз. Сіз дұрыс бағытта, дұрыс тапсырмамен жұмыс істеуіңіз керек. Егер сіз өз мақсатыңыз үшін көп жұмыс істесеңіз де, тек қана тынымсыз еңбек ету жеткіліксіз. Сонымен, ауыр еңбек ету көп табысқа кепілдік бола ма? Жалпы алғанда жоқ. Сол себепті энергияңызды дұрыс бағытқа бағыттап, мақсаттарыңызға жету үшін мен сіздермен бірнеше кеңеспен бөліскім келіп тұр. Бірінші кеңес: мақсатыңызды нақты белгілеңіз. Мақсаттың соңғы нүктесін анықтап, сол жерден бастап кері бағытта бүгінгі жағдайыңызға дейінгі қадамдарды жоспарлаңыз. Мақсатқа жету сатымен жоғары көтерілуге ұқсайды. Сізде нақты қадамдар бар. Сол сатыдағы қадамдарды қағазға жазып алыңыз. Әрдайым ойыңызды қағазға түсіріңіз. Қағазға ойланып, қағазға жоспарлаңыз. Уақытыңыздың көп бөлігін жоспарлауға бөлсеңіз, өмірде де көп әрі тезірек нәтижеге жетесіз. Бір ереже бар: 10-1 деген. Жоспарлауға бөлінген әрбір минут жоспарыңызды іске асыруда 9 минутыңызды үнемдейді. Сондықтан іске кіріспес бұрын жоспарлауға барынша күш салыңыз. Жақында Эйнштейн туралы бір оқиға оқыдым. Оған сұрақ қойыпты: егер сізде әлемді құтқару үшін тек 1 сағат уақытыңыз болса, не істер едіңіз деп. Ол былай жауап берген екен: 55 минутымды мәселені зерттеуге, тек 5 минутымды әрекет етуге жұмсар едім депті. Яғни ол проблеманы бірден шешуден бұрын оған терең ойланып, жоспар құрады. Сол үшін егер мақсатыңызға жеткіңіз келсе, осылай жасауыңыз керек. Екінші кеңес: ең жақсы жоспарды таңдаңыз. Бір мақсатқа жетудің бірнеше жолы бар. Сіз соған жету үшін ең тиімдісін таңдауыңыз керек. Күні-түні жұмыс істеудің орнына ақылмен жұмыс істеңіз. Ең тиімді жолдарды анықтау үшін таныстарыңыз бен достарыңыздан кеңес сұраңыз. Сол кезде сіз істі дұрыс әрі уақытында атқара аласыз. Үшінші кеңес: прогресті бақылаңыз және әдістеріңізді жетілдіріңіз. Егер сіз бұрынғыдан да көп жұмыс істеп жатсаңыз, бірақ ешқандай нәтиже болмаса, сіз жолдан адасқаныңызды біліп отырсыз. Көзсіз мақсат қуудың қажет жоқ. Әр деңгейге бейімделіп отыруыңыз керек. Жақында менеджмент институтында бір зерттеу болды. Сол зерттеу бойынша бейімделгіштік табысты болудың ең маңызды қасиет екені белгілі болды. Икемді болыңыз, бейімделіңіз, жаңашыл болыңыз. Жұмыс тәсілдеріңізге жаңаны енгізіңіз. Енді сізге сұрақ: сіздің мақсатыңыз қандай? Сізде күн сайын жұмыс істеп жатқан нақты даму жоспары бар ма? Төменге жауабыңызды қалдырып, каналымызға жазыңыз.